Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін арықтау марафонның 21-ші күні. 21-ші күніне келгенде менде кольцевая лампам сынып қалыпты. Сол себепті бірінші видео менде жарықсыз, қараңғы болып түседі. Бірақ сонда да сіздерге граммдарын айтып кететін боламын, сіздерге түсінікті болу үшін. 21 күнде қыздар 4-5 келі салмақ тастадым. Барлық тамақты жедім. Ешқандай тамақтан өзімді шектемедім. Тек қана кешкі ас менде жеңіл болды. Қалған уақытта мен барлығын жедім. Ал сіздер қанша келі салмақ тастадыңыздар? Таңғы уақытта ұйқыдан тұрған соң вакуум жаттығуын жасаймыз. Аш қарында жасау қажет. Вакуум жаттығуынан соң 2 стакан жылы су ішіп аламыз. 2 стакан жылы су ішкеннен кейін бізде 15-20 минут жалпы айтқанда тамақтануға уақытымыз бар. Сол аралықта таңғы ас дайындаймыз. Менде таңғы асқа 2 дана жұмыртқа және 30 грамм сыр, 1 дана қызанақ, 100 грамм күріш ботқасы, 10 грамм сары май. Сары май қолдың сары май бола береді. Қолдың сары майы болмаса, онда дүкендегі президент май немесе Булаев сары майды алуға болады. Маған осындай хаттар келді. Шакты сіз қалай толтырасыз? Үйде отырып қалай толтыруға болады? Мен далаға шыға алмаймын. Жаңадан босанған анамын, немесе балаларым қараусыз қалады, дала суық болып жатыр деген сияқты хаттар келеді. Негізі қыздар, мен шакты үйде толтырамын. Шагомер для дома деп ютубқа жазсаңыздар, шак толтыратын жалпы видеолар шығып тұрады. Алдағы уақытта сіздерге жеке өзім үй жағдайына қалай шак толтыруға болатынын видео салатын боламын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып, жүрекшені басуды ұмытпаңыздар. Түскі ас қыздар, кешкі асқа мен орама дайындағанмын және оны түскі асқа алып қойдым. Және бұл видеоны мен алдын ала дайындап қойған едім, жарық бар кезде, яғни кольцевая лампа істеп жатқан кезде мен түсірген болатынмын. Түскі асқа да осыны жегендіктен дәл осы видеоны тауып алып монтажға қостым. Міне қараңыздар, 2 дана орама және 1 қызанақ, немесе кез келген салатты пайдалануға болады. Қазіргі таңда ең арзан, актуальный салат ол квашеная капуста, яғни капустадан кез келген салатты дайындауға болады қыздар. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарайсыздар. Салат жегім келмейді, мен жей алмаймын деп айтатын болсаңыздар, демек сіздер салатты дәмді дайындай алмайсыздар. Салатты дәмді дайындасаңыздар қыздар, сіздерге прям былайша айтқанда өте тойымды болады. Салат дайындағанда менен көп қыздар сұрайды, дәмдеуіштер қоссам болады ма, тұз қоссам болады ма, немесе май қоссам бола ма деп. Негізі болады. Бәрін қоса беріңіздер. Егер де сұйық май болатын болса, сізде оливковое масло деген сияқты майлар болса, оны салатқа қосуға болады. Ол кішкене пайдалырақ болады. Күніне бір мезгіл зумба билеңіздер қыздар. Зумба билеу арқылы біз жеген тамағымыздың калориясын уақытылы күйдіріп отырамыз. Көптеген қыздар бар, жалпы айтқанда жүруі аз болады, қозғалысы аз болады, міне ол қыздарға міндетті түрде зумба биін билеу қажет. Зумба биін билеуге күніне 10-20 минут, 30 минут уақытыңызды арнасаңыз болғаны. Таңғы ас пен түскі ас менде өте тойымды болғандықтан, кешкі ас менде өте жеңіл болады. Яғни кефир 1 кесе, яғни 1 кесе айран және 1 дана қызанақ. Кез келген салатты пайдалануға болады. Қызанақты же деген қатып қалған қағида жоқ қыздар. Тапқан салатыңызды жей бересіздер. Сәбізден морковный салат дайындауға болады, немесе қызылша салаттарын дайындауға болады. Сезонды салатты дайындаңыздар. Сол кезде сіздерге оңайырақ болады. Сол салаттарды алу қаражатыңыз жеткілікті болады. Ал қыздар, сіздерге сәттілік. Арықтау марафонның 21-ші күніне де жеттік. Осымен арықтау марафоны аяқталады. Алдағы уақытта арықтағым келеді, менімен жұмыс жасаңызшы десеңіздер, онда сіздерді ақылы марафонда күтемін. Ақылы марафонда психологиялық сабақтар, куратор, кері байланыс, қатаң қадағалау барлығы болады. Мен сіздерге описание бөліміне WhatsApp-қа номер қалдырамын, сол жаққа жазсаңыздар болады. Ең бастысы қыздар, арықтаймын деген ниет болса болғаны, қалғаны маңызды емес. Арықтауға қадам жасап, менімен бірге шаг-шагымен арықтауға көшсеңіз қыздар, міндетті түрде салмақты тастайсыздар. Қыздар, сіздерге марафон ұнады ма? Әрбір комментарий мен үшін маңызды. Комментте жазып кетсеңіздер.